айтсын, ақылдасайық, сыйласайық, күресейік, ешкім соттап, қаралап, жатқан жері жоқ. Не бар, не жоқ, қайсысы қалай, бәрімізге ортақ. Күрелерімізді айтайық. Өзінің басқа традицион енді отырмызда. Жалғыз доктор наук. Құрметті әріптестер, бүгін біз әлем драматургиясының алтын қорындағы ең бір күрделі шығармалардың бірі болып саналатын Софокльдің Едип патша пьесасы бойынша қойылған трагедияны тамашаладық. Ең біріншіден бұл трагедияны қою қай театр үшін болмасын үлкен сын. Себебі бұл пьесаның өзінде жаңағы үлкен мәселе, жазмыш мәселесі қозғалады. Бұл жазмыштың адам тағдырына әсері. Әр адам біздің өзімізде көп айтылып жүреді ғой, жазмыштан озмыш жоқ деген. Осы бір мәселені біздің эрамызға дейінгі дәуірдің өзінде жәнегі Софокльдің қозғауы және осындай күрделі шығарманы жазып шығуы, күрделі психологиялық сәттерге апаратын бұл трагедияны сахнада қойған театр труппасының бүгінгі спектаклі шын мәнісінде ойландыратын әрі сондай бір осы отырған көрермендерге жақсы әсер тудырған спектакльдердің бірі деп айта аламыз. Екінші жағынан бұл спектакльде басты рөлді ойнаған актеріміз Шамбетов өзінің алдына қойған мақсаты мен міндетін жақсы білетін және сахнада актерлық тартымдылығы бар, одан кейін бүткіл серіктестермен қарым-қатынасты жақсы білетін актер екендігі алғашқы сахнадан басталды. Бірақ Едип патшаны ойнап шығу әрине үлкен салмақты талап етеді. Өйткені шығарма желісінің өзінде бірнеше астарлы қырларды алып шығу режиссердан да, актердан да қиялдың шексіздігін талап етеді. Біз енді спектакльді қарап отырған кезде мөлшермен мен екі бөлікке бөлдім. Бірінші сахнада беймәлімдік сахнасы шығарма бойынша. Осы атмосфераны актерлар жәнегі ойнап жүрген орындаушыларымыз ұстай алды. Яғни қай беймәлімсіздік әрдайым бір нәрсені түсінбеуші, оның артында бір қорқыныш сезімі жатқандығы сезіліп тұрды. Мүлде шығарманы оқымаған адамдар мұның соңы немен бітер екен, қандай жағы басым түседі екен сияқты екі ұшты көңіл күйде отырады. Енді жәнегі Шамбетовтың ойынында әрине бір алғашқы сахналарда еркін, өзінің жәнегі патшалығын, өзінің елін, жерін жақсы көретін, сонымен бірге қандай шындықты болсын жасырмауға тырысатын адам бейнесі келе-келе жәнегі жазмыштың туралы сәуегейлердің айтатын шындығына жақындаған сайын сол бір ішкі серпілісті, жәнегі психологиялық жарылысты беру сәттері